жаңа плакатты көрдік. Адвокатты дүние жүзінде анандай көбеле қойдай қылып ұрған. Ол дүние жүзінде болмаған нәрсе. Біз бұны мемлекетіміз шайқалмасын деп шетелдік ұйымдарға жібермей отырмыз. Егер шетелдік ұйымдарға жіберетін болсақ, елдің масқарасы шығады. Айтады, Қазақстанда мыналар Африкадан жаман дикарлар ғой. Адвокатты көбеле қойдай қылып ұрған. Мінекей, плакат жүр. Қайда жүр плакат? Көрсетіңдер плакатты. Негізінен атыс болған, адам өлім болған қалаларға, елді мекендерге барамыз. Сонда осы сияқты халықпен тікелей жолығып көзбе-көз. Олардың куәліктерін аламыз. Мүмкін болса әртүрлі құжаттар басқа. Соны жинақтап, сосын соның барлығын біз жария қыламыз. Жария қылу арқылы тиісті орындарға жеткізіп, шындыққа жету үшін әрекет етеміз. Оның ішінде әсіресе біздің аса маңыз беретін мәселеміз бұл халықаралық деңгейдегі әрекет. Халықаралық ұйымдарға шығамыз. Солар арқылы мына біздің қазіргі Қазақстанның өз ішінде болып жатқан келеңсіздіктерді, заңсыздықтарды, заңды аяқ астына таптап жатқан әрекеттерді, соның барлығын дәлелдеп, азаматтардың кінәсіз екенін дәлелдеп, ал керісінше сол айуандықтар жасап жатқандардың кінәлі екенін дәлелдеп, біздің мақсат. Ашық диалог қоры халықаралық аренада Қазақстандағы азаматтық қоғамды қолдай отырып, адам құқықтарын аяусыз таптап жүрген лауазым иелерін жауапкершілікке тарту үшін қаражат жинау науқанын бастады. Саяси қудалауға ұшыраған азаматтарды халықаралық адам құқығы жөніндегі ұйымдарға жеткізіп, сол азаматтарға Қазақстандағы қудалауды жүргізіп отырған лауазым иелеріне дербес санкциялар салуына атсалысқысы келетін әрбір жан төмендегі сілтемеде көрсетілген есепшотқа қаржылай көмектесе алады. Бірінші, сілтеме бойынша өтіңіз. VPN қолдануды ұсынамыз. Екінші, ақша аударуды басыңыз. Үшінші, бланкты толтырыңыз. Аты жөніңізді өзгелерден жасыру үшін мынаған белгі қойыңыз. Төртінші, банк картасының мәліметтерін енгізіңіз. Жалғастыруды басыңыз. Бесінші, қаржылай жәрдем беру сілтемесін Telegram немесе WhatsApp арқылы достарыңызға жіберіңіз.